бүгін мен зерттеушімін байқауына қатысқалы жатырмыз, иә? Біздер бүгін әртүрлі тәжірибелер жасаймыз. Бұндағы біздер химиялық қоспаларды бізге не істеуге болмайды? Істеуге болмайды. Сосын не істеуге болмайды? Жағуға. Иә, денемізге жағуға болмайды екен. Әсем, ендеше біздер бүгінгі бірінші тәжірибемізді бастайық, иә? Бізде алдымызда 3 ыдыста су берілген, иә? Осы 3 ыдысқа біздер жұмыртқамызды салып, тығыздығын байқап көреміз, иә? Жұмыртқамыз қайда? Суда. Судың түбінде жатыр ма, бетінде жатыр ма? Түбінде жатыр екен, иә? Яғни жұмыртқаның тығыздығы бұл жерде судан көбірек екен, иә? Жақсы. Ендеше екінші ыдысымызға тұз салып көрейікші. 1 қасық тұз салып болғайық. Жақсылап араластырамыз. Жақсы. Ендеше екінші жұмыртқаны алып салайық. Міне, әсем, жұмыртқамыз бетіне шықты ма біздің? Қай жерде жүр? Бетінде жүр, иә, судың, иә? Иә, бұл кезде судың тығыздығы көбейді бізде, иә? Жұмыртқаның тығыздығына қарағанда судың тығыздығы басым болды бізде. Енді мынаған тағы да тұз салып көрейікші. Жақсылап араластырамыз. Енді ала қояйық қасығымызды, жұмыртқамызды ала қояйық. Қалай болып шықты жұмыртқамыз? Қалқып жүр, иә? Айналып жүр бізде. Ол бұл кезде су мен жұмыртқаның тығыздығы екеуі бірдей болды, иә? Енді біз екінші тәжірибемізді бастаймыз, иә? Біздерге алдымызда приборлар, және де сірке суы, ас содасы және шар берілген, иә? Осы шарды біздер қазір ас содасы мен сірке судың көмегімен үреміз, иә? Алдымен сірке суын құйып алайық. Сірке суды үлкендердің көмегімен ғана қолдану қажет. Өзіміз ұстауға болмайды, иә? Енді ас содасын шарымызға саламыз. Енді шарымызды кигіземіз, иә? Шарымыз не істеп жатыр? Үріліп жатыр, иә? Апа, менікі күшті болды. Күшті болды ма? Ұнады ма саған тәжірибеміз? Иә. Ұнады, иә? Енді үшінші тәжірибемізді жасап көрейік, иә? Қазір біздер жанартаудың қалай атқылататынын көрсетеміз, иә? Иә. Ол үшін бізге ас содасын салайық. Сірке суын құйып көрейік. Көрдің бе? Жанартау атқылап жатыр, иә? Иә. Ұнады ма саған, әсем? Керемет көрініс, иә? Иә. Енді төртінші тәжірибемізді жасап көрейік. Бізде 2 жұмыртқа және 1 ыдыста қандай су мынау? Таза су, иә? Иә. Мынау не? Кола. Біздер таза суға бір жұмыртқамызды салып, екінші жұмыртқамызды колаға салып қойдық. Бізге коланы күнделікті өмірде көп қолдануға болмайды, иә? Ол денсаулыққа зиян. Жұмыртқамызды алып көрейік. Түстері өзгерді ме екен қазір? Түсі қандай жұмыртқаның түсі? Ақ. Жұмыртқаның түсі қандай? Қоңыр болып шықты, иә? Иә. Колаға салғанда қоңыр болып шықты. Яғни бізде күнделікті өмірде коланы көп пайдалансақ, ол денсаулығымызға әсер етеді екен, иә? Ішкі құрылысымызды зақымдайды екен, иә? Иә. Қарашы міне. Таза судағы жұмыртқа мен коладағы жұмыртқаның екеуінің түсі 2 түрлі болып шықты бізде. Саған, әсем, бүгінгі тәжірибелеріміз ұнады ма? Иә. Осымен біздің бүгінгі зерттеу жұмыстарымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сау бол.